сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге мына Pinduoduo сайтына телефонмен тіркелген, яғни телефон нөмірімен тіркелген адамдарда көпшілігінде бір проблема пайда болып отыр. Мынандай экранның бетіне қауіпсіздік бірдеңе деп жаңағы неше түрлі бір қытайша жазумен ескерту шыға береді. Яғни бір товарды басқан кезде ескерту шыға береді. Қарасында экранда шығады қазір сондай. Міне көрдіңіздер ме, осындай қауіпсіздік мақсатында. Бұл енді Pinduoduo сайтының өзі неше түрлі хакерлерден, роботтардан қорғану мақсатында осындай істеп шығарылған да. Яғни тірі адам, яғни живой адам осыны қолданып жатқанын көз жеткізу үшін осыны шығарып қойған. Ондай жағдайда жаңағы қызылды басасыздар да, бикінок бар ғой, сол бикінокпен қосып, жаңағы жоғарыда көрдіңіздер, ана жоғарыда ары бері ойнап жатыр, көрдіңіздер ме? Жоғарыдағыны қалыпты көрдіңіздер ме? Қалыптың ішіне салу керек, ана қозғалып жатқанды. Сол қалыптың ішіне ровно қылып ешқандай крайға қалдырмай сол салсаңыздар, автоматты түрде осылай шықпайтын болады. Бірнеше рет тересіздер, одан кейін вообще шықпайтын болады. Бірақ соны дұрыстап жасау керек. Сол кезде ондай ошибка шықпайды. Көпшілігі маған жазып жатыр, неге ондай болады, неге ондай болады. Өйткені телефонмен тіркелген кезде көпшілігінде сондай робот емес пе екен деп тексереді просто система. Соны бір екі рет қайталасаңыздар, ол қайтадан шықпайтын болады.